Сәлеметсіңдер ме, балалар? 2-ші сынып математика. 57-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы сандар жиынын құру және жіктеу. Олай болса, бірінші мысалға назар аударайық. Сандардан құрылған сандарды қарастыр. Яғни, бізде к жиынынан 5-тен кем бір таңбалы сандар жиыны. Яғни, бір к жиынына тиісті және тиісті емес элементтерді ата. 5-тен кем емес, яғни 5-тен аз емес. Яғни, 5-тен аз емес элементтеріне тиісті 7 және 5-тің өзі. Бұл к жиынына тиісті элементтер. Ал бізге 7 санынан кем, 5 санынан кем бір таңбалы сандар жиыны. Яғни 5-тен кем 3 және 2, 0. Бұл к жиынына тиісті элементтер. Бір таңбалы сандар жиыны. Жиынына тиісті 4 сан жаз. Яғни, бір таңбалы сандарға бізде кез келген сан 5, 3, 9 және 7 деп жазсақ болады. Сандар жиыны элементтері сандар болатын жиын. Сандар жиынында тек қана сандардан тұратын жиындарды айтамыз. Екінші мысал, с жиынының диаграммасына қара. Яғни, с жиынының тиісті және тиісті емес сандарды ата. Оларды жаз. Яғни, біз алдыңғы сабақта білеміз, жиындар диаграммамен тұйықталған, осылай сызықпен беріледі, тұйықталған фигура, бұл диаграммасы. Яғни, біз бұның ішіндегі с жиыны. Жиынның аты с, бұған тиісті элементтер диаграмманың ішіндегі сандар. Бұл с жиынның элементтері. Не тиісті сандар? 400, 200, 600, 800. Яғни, с жиынына тиісті элементтер осы сандар. Енді тиісті емес элементтері. С жиынына тиісті емес сандар. 8, 1000, 90 және 45. Келесі мысал, диаграммаларды салыстырайық. Не байқадың? Бұл жерде м жиыны және к жиыны берілген. М және к жиындарын қалай атауға болады? Екеуі де сандар жиыны. Екі жиынның элементтері жиындарға бөлек. Мысалы, біз екі жиын салыстыра отырсақ, бір таңбалы сандар және екі таңбалы сандар жиыны деп элементтерін бөлуге болады. М жиынының элементтеріне мысалы біз бұны екі таңбалы сандар деп атасақ, 25, 20, 40, 62, 25, 47 сандары бұл м жиынның элементтері болады. К элементі бұл бір таңбалы сандар деп бөлетін болсақ, бұл к жиынның элементтеріне 1, 5 және 3 сандары жатқызуға болады. Төртінші мысал, Т13-тен кем 2 таңбалы сандар жиынын жасайық.
яғни т элементі дегеніміз т жиынын құрамыз. Т жиынына біз балалар 13-тен кем 2 таңбалы, 13-тен кем 12, 11, 10. Дұрыс па балалар? 15-тен кем 2 таңбалы сандар жиыны элементтерін атайық. 15-тен кем, яғни 14, 13, 12, 11, 10. Бұл о жиынның элементтері болып саналады. Осы екі жиынға да тиісті элементтерді жаз. 10. Я балалар, 10 екеуіне де тиісті, себебі 13-тен кем, 15-тен де кем. 11 саны 13-тен кем, 15-тен кем, екеуі де 2 таңбалы сан. 12 13-тен кем және 15-тен кем. Осы 3 сан екі жиынның элементтеріне де тиісті. Т жиынына тиісті элементтерді жаздық. Айттық жаңа, соларды жазайық. Және Т жиынына тиісті емес элементтерді де жазып көр. Бесінші мысал, жиын элементтерін атау ойыны. Гүлдер жиыны. Мысалы, қызғалдақ. Тағы да балалар, ары қарай жалғастырайық. Раушан, роза, лала, бақбақ гүлі, я балалар. Ары қарай кете береді. Құстар жиынына қарлығаш, торғай, қыран, бүркіт. Ары қарай жалғастыр. Өзендер жиыны есіл, ертіс, балқаш. Ары қарай кете бер. Таулар жиыны Алатау, Қаратау. Ары қарай өзің жалғастырып көр. Теңдеулерді шеш. Жетінші мысал. А және В жиындарын ата. Осы екі жиынға тиісті және тиісті емес элементтерді жаз. Кәне, бірге орындап көрейік. А және В жиындарын атайық. А жиынының элементтері 80, 45, 9, 1. В жиынының элементтері рим цифры және рим цифрымен жазылған. Мұнда 7 саны. Я балалар, 12, 1, А, Р және Д элементтер. Осы екі жиынға да тиісті және тиісті емес. Тиісті элементтер екі жиында да 1 деген сан болып жазылып отыр, иә? Тиісті еместер мына жерде қайсысы? В тиісті емес, А жиынына тиісті емес мына элементтер. Бұл жерде тиісті, екеуіне де тиісті 1 деген сан. Тиісті еместерге Д, С, 7. Бұл X элементі деген сөз, екеуіне де тиісті емес элементтер. Берілген сандардың арасынан қандай екі санды алып тастағанда қалған сандардың қосындысының мәні 14-ке тең болады. Қане, ойланып көрші. Мысалы, 14-ке тең болу үшін қай екі таңбалы қосындыны қосамыз? Бұл жерде 7, 9, 6, 1, 5. Ойланайық балалар. Балалар, сендерге қосымша тапсырма немесе үй жұмысына орындасаңдар болады. Бізде шыршаны безендір ойыны. Мұнда берілген мысалдарды мәнін табу арқылы сендер шыршаны безендіретін боласыңдар. Қане, 22 мен 65 санының қосындысының мәні нешеге тең? Есептеп көрейік.
бұл жерде баған түрінде есептеп жазып, осында мән тапсақ болады. Мысалы, ондыққа ондықты, бірлікке бірлікті қосуды ұмытпаңдар. Ең бірінші бірлікке бірлік қосылады. Қане, бұл тапсырманы өзің орындап көр. Балалар, бүгінгі тапсырмамыз, сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.